иә, дворник деген алдыңғы лобовой стеклоңызды тазалайтын дүние. Так, былай жасаймыз. Бізде Hyundai Mufasa автокөлігі, Ерболдың оқырмандары, және де сіздерде Hyundai және Kia автокөліктерінде, және де басқа да көліктерде мына дворниктің тартпасы бірдей қызмет атқарады екен, иә. Мінекей қазір оқушымыз көрсетеді. Бірінші бір-ақ рет қосуды көрсетеміз. Төмен, төмен. Жоқ, төмен, төмен. Жоқ, міне қарап былай бүйт, төмен, бір-ақ рет. Бір-ақ рет, давайте төмен. Бір-ақ рет, молодец. Енді бірінші режим жоғары көтереміз бірге. Жоқ, бірінші бір рет жоғары көтереміз, жоғары. Жоқ, қатты емес. Жоқ, аласаңыз қолыңызға, қараңыз міне. Бір рет дедім ғой, міне бір рет. Одан кейін бірінші режим. Осылай бірінші режим деген осыны қоясыз да, сосын капляларды настройт етеміз. Қараңыздар, мынандай капляларды настройт етуге болады. Жаңбыр қатты құйып жатқан, аз жауып жатса осылай қоямыз. Мынаның промежуток уже көп азаяды да. Былай істесеңіз промежуток көбейеді уже. Тезірек істейтін болады дворник. Және келесі режим бізде міне, бірінші режим. Мына жерден көрініп тұр ма камерадан? Міне бірінші режим, одан кейін ең соңғы режим бұл тез режим. А былай өзімізге тартсақ, бізде міне жаңбыр жауар себелеп деп су шашады екен. Көрдіңіз ғой да? Давайте тағы көрейік бір рет өзіңіз істеп. Бірінші төмен қарай бірінші режимнен бастап